1836-1838 жылдардағы Бөкей ордасындағы қазақтардың көтерілісі. 1801 жылғы 11 наурызда император 1 Павелдің жарлығымен кіші жүз қазақтарының Жайық пен Еділ аралығында көшіп қонуы заңдастырылып, Бөкей ордасы құрылды. Хандық Сұлтан Бөкей Нұралыұлының есімімен аталды. 1808 жылы 17 шілдеде Бөкей хандығы Астрахан әскери губернаторының және Орынбор шекара комиссиясының құзырына бағынышты болып бекітіледі. 1812 жылы 1 Александр патшаның арнайы жарлығымен Бөкей сұлтан ішкі қазақ ордасының ханы болып тағайындалады. 1815 жылдың 21 мамырында Бөкей хан қайтыс болады. Тақ мұрагері баласы Жәңгір жас болғандықтан, хан тағына регент есебінде уақытша сұлтан Шығай Нұралыұлы отырады. 1824 жылы 22 маусымда Жәңгір Бөкейұлы хан сайланады. Бөкей ордасы тарихында маңызды орын алатын оқиға Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы бастаған 1836-1838 жылдары аралығындағы халық көтерілісі. Бұл патша әкімшілігі мен хан сұлтандарға қарсы көтерілген халықтың азаттығы үшін бастаған бой көтеруі болды. 1827 жылы 12 биден құралған хандық кеңес ұйымдастырылды. Хан тапсырмаларын орындайтын 12 старшын баш салығының жиналуын қадағалады. Бөкей ордасындағы қауымдық жерлерді орыс помещиктерінің, хан туыстарының иемденіп алуы, феодалдардың озбырлығы, хан билігінің халық мүддесіне қайшы келуі хандықтың басқару жүйесін шайқалтты. Салықтың ауыртпалығы да әлеуметтік қарсылықтың тереңдеуіне себепші болды. 1833 жылы Жыңғыр ханның қайнатасы Қарауыл қожа Бабажанұлының Каспий теңізі өңіріндегі қазақ руларына билеуші етіп тағайындауы көтеріліске түрткі болды. Көтерілістің басты себебі отаршылдық қысымнан туындаған жердің жетіспеушілігі еді. Көтеріліске шаруалар, сонымен бірге оған старшын билер де қатысты. Халық көтерілісін елге белгілі батырлар Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы басқарды. Көтерілістің басты мақсаты хан озбырлығына шек қою, шаруалар жағдайын жақсарту, жер мәселесіндегі патша үкіметінің отаршылдық саясатын өзгерту. Исатай Тайманұлы 21 жасында өз руына старшын болып тағайындалады. Ең жақын серігі ақын Махамбет Өтемісұлы болды. Махамбет Өтемісұлы қазақтың әйгілі жырауы, күйші композиторы, отаршылдыққа қарсы көтерілістің жалынды жыршысы, қазақ хандығының соңғы жырауы деп тануға болады. Көтерілістің барысы. 1836 жылғы ақпанда көтерілісшілер Жәңгір ханға қарсы ашықтан ашық шабуылға шықты. 1836 жылдың күзінде Исатай Тайманұлы әртүрлі рулардың ауылдарын аралап жүріп, Жайық қазақ әскерлерінің иемденіп отырған жерлерін өз беттерінше тартып алуға шақырды. 1837 жылдың жазы мен күзінде көтерілісшілер ірі байлардың ауылдарына шабуылды күшейтті. Көтерілісшілер Жәңгір ханды жақтаушылардың мал-мүлкі мен шұрайлы жайылымдарын басып алумен болды. Көтерілісшілер Астрахан губерниясы Чернояр уезінің аумағында басып өтті. 1837 жылдың 15 қарашасында Тастөбе деген жерде көтерілісшілер мен жазалаушы отрядтар арасында кескілескен қанды шайқас болды. Көтеріліс кіші жүздің негізгі аумағын түгелдей дерлік қамтыды. 1837 жылдың күзінде көтерілісшілердің жалпы саны 2000-ға жетті. 1838 жылы Қиыл және Ақбұлақ өзендерінің бойында көтерілісшілер мен жазалаушылар арасында шешуші шайқас өтті. Осы шайқаста көтерілістің басшысы Исатай Тайманұлы қаза тапты. Көктем шығысымен қазақтардың қозғалысы жер-жерде қайтадан күшейе түсті. Мәселен, Елек өзенінің бойында Жоламан Тіленшіұлының жасағы іс-қимыл жасады. Арал Каспий аралығында Жүсіп Батырдың жасақтары пайда болды. Орталық Қазақстан далаларында бүлікшіл сұлтан атанған Кенесары Қасымұлы бастаған аса қуатты көтеріліс кеңінен құлаш жайды. Исатай Тайманұлы Хиуа хандығынан бөлініп шыққан сұлтан Қайыпқали Есімұлымен күш біріктіруге шешім қабылдады. Көтерілістің жеңіліске ұшырау себептері. Көтеріліс алдын ала мұқият ұйымдастырылмады. Көтерілісшілер нашар қаруланды, саны аз болды. Айқын бағдарламасы болмады. Көтеріліс шашыраңқы сипат алды. Көтерілістің басшылары Кенесары Қасымұлы мен Жоламан Тіленшіұлы бастаған жасақтарымен байланыс жасай алмады. Сырымдатұлының жасақтары сияқты екі бағытта әрі патша үкіметіне, әрі хан билігіне қарсы күрес жүргізілді.
Көтерілісшілерді қазақ жасақтары мен тұрақты орыс армиясы бөлімшелері жан-жағынан түгелдей дерлік қоршауда ұстады. Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы басқарған көтерілістің зор тарихи маңызы болды. Бұл патша үкіметі құрған жаңа әкімшілік аумақтағы қазақтардың отаршылдыққа қарсы ірі бас көтеру еді. Оның ұлт-азаттық сипаты басым болды. Көтеріліс аяусыздықпен басылғаннан кейін де жалғаса берді. 2003 жылы Махамбет Өтемісұлының туғанына 200 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтті.